жас ғалым оқушылар қоғамының мүшелері мектеп директорының 2024 жылғы мамыр айындағы 95-ші бұйрығына сәйкес бүгін жалпы пәндер бойынша ғылыми жоба конкурсының мектепішілік кезеңі өткізіледі. Осы мектепішілік кезең 4 бағыт бойынша жүзеге асады. 4 бағыттың жеңімпаздары қалалық кезеңге өтеді. Сондықтан мұқият болыңыздар, барлықтарыңызға зерттеу жобасын қорғауда сәтті өткеймін. Талапқа сәйкес, енгізілуге сәйкес, үндесіздер әрбір қазылар алқасының мүшелері, мектеп директоры Ахмет Абай Иса Әділұлы төрағасы, мүшелері химия пәнінің мұғалімі Эльвира Мұсалиевна, тарих пәнінің мұғалімі Гүлмира апайымыз, физика пәнінің мұғалімі Лейла апайымыз және математика пәнінің мұғалімі Сабира апайларымыз. Барлығы сәтті ережесіне сәйкес өтсін, комиссия соңына дейін отырғызып, екі мүмкін даулы жағдай туған кезде балын критерий бойынша жәрдемге бағып бересіздер. Жақсы, сәттілік барлықтарыңызға. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, тыңдаушылар. Менің есімім Бибишев Мұрат, 10-шы сыныпта оқимын. Ғылыми жобамның тақырыбы математикадағы алгебрада, экономикадағы алгебра. Жұмысының мақсаты, негізгі мақсаты бизнес моделін құру болған еді, және қосымша мақсаты инвестицияларды жаңа инновациялық алгебралық параметрлерді қолдану арқылы өлшеу болып табылады.